Сәлем оқырман. Бүгін болса көптен күткен Аяна мен Ерсұлтанның тойы болды. Қаншама араларында ұрыс болды, соған қарамастан махаббат жеңді. Қызымыз ақ көйлекте әдемі болып шықты. Аянаны Альмира ханым жақсы сөздерін тілеп ұзатып келді. Беташар тізгіні Абу, Дамир мен Дархан мырзаның тізгінде болды. Енесі келіннің бетін өзі ашып бағалы сырғасын сыйлады. Құдаларына сыйлық сыйлап, жас жұбайлар бір ән шашуында естідік. Ант беру рәсімі айтылып, бүгіннен бастап ерлі зайыпты атанды. Аяна қыздарға гүлін лақтырған еді, оны Арина қызымыз қағып алды. Тойда бұрынғы қатысушылар қатысқан болатын. Өздерің білетін Айсұлтан, Мөлдір, Нұрсұлтан, Еңлік және тағы басқалары. Нұрсұлтан мырзадан ән шашу болса, Еңліктен бір би болды. Өте әдемі шықты, той жақсы дәрежеде өткен көрінеді. Ал әдеттегідей пікірлер. Бауыржан той іске қалжындарын, дөрекілігін мүлдем орынсыз. Тілек айтып, сырғасын таққалы жатыр. Анасы өте орынды сөйлеп жатыр еді. Бұлардың тойы қалай болып кетті? Алдымен алып қашады, кейін қуғыншылар келеді. Рұқсат беріп, ертесіне беташар болып, некесін қиып, ерлі зайыпты болып, кейін үлкен тойларын жасайтын еді. Қазіргілер бірінші астын ашып, кейін бетін ашатын болған ба? Дұрыс қосылай қашырып жіберді, өздерінің студиясында ұзатуын жасап берсін. Өте дұрыс ұйымдастырылған. Бұрынғы қатысушылар сондай тамашасындар. Сендерге де жоғысты болсын. Айсұлтан Маля қызым, сендерді қатты жақсы көрем. Армандаймын екеуі бірге болса деп, дейді оқырмандар.